Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын, 10 минутта дайын болатын айранға үйленген бауырсақ жасап көрсететін болам. Өте дәмді, әдемі көтерілетін, тез дайындалатын бауырсақ. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Қазір қандай заттар керек екенін қамырлеуге қалай пісіргенімді көрсететін болам. Пісірген бауырсағымды қазір үзіп көрсетемін. Аштыққа үйленген бауырсақтан ешқандай айырмашылық жоқ. Өте әдемі көтерілген, дәмді. Маған керек заттар: бірінші 200 грамм проценті аз айран керек, сұйық. Сосын 3 ас қасық майонез, тұз 5 грамм и 3 грамм сода керек. Бірінші тұзым сабалам. Оған бөлме температурасында тұрған 200 грамм сұйық айранды құямын. Сосын 3 ас қасық майонезім салатын болам. Бұл жерде майонез жұмыртқаның да, майдың да рөлін атқаратын болады. Өте жұмсақ, әрі жақсы көтеріледі бауырсағымыз. Сондықтан да ойланбай майонезді қосып, айранға сода қосып, 10 минутта бауырсақты дайын қылып пісіріп жеуге болады. Қамырымызды илеп қойдым. Енді илеп болғаннан кейін майымызды жайлап қыздырып, қамырын суалап, жайып пісіре беруімізге болады бірден. Қамырымды жайып алдым. Осындай бокалдың көмегімен домалақтап кестім. Бұлайша 4-5 топ кәдімгі бауырсақты кесе беруге болады. Осылай бәрін кесіп алғаннан кейін арасындағы қамырның үзіктерін қайтадан дуалап жіберіп, оны да жайып домалақтап кесуге болады. Енді қызып тұрған майымызға жайлап салып, пісіріп алатынбыз. Бірінші бір жағын қызартып пісіреміз. Тез піседі айранға үйленгеннен кейін. Осылай екі жағында бірдей жақсы қызарғанша қуырып аламыз майға. Бауырсақтарымыз өте әдемі көтерілген, тез пісіп жатыр. Осылай сүзіп аламыз. Достар, осылай менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте тез дайын болатын, кенеттен қонақ келіп қалса, илей салып пісіретін, өте жылдам дайын болатын бауырсақ. Тағы да екінші рет салып, қалай көтерілгенін көрсетіп пісіріп жатырмын. Әдемі тез көтеріледі, әрі тез піседі. Қатты көтеріп кеткен жағдайда осылай белгінің көмегімен басып тұруға болады. Бәрі бауырсағымызды осылай тез пісіріп аламыз. Менде 200 грамм айранға үлкен бір зуала немесе кішігірім 2 зуала бауырсақ шығады менде. Бауырсағымыз пісті, дайын. Шайымызға бере берсек болады.